ас тұзының электролизге қалай ұшырайтынын тәжірибе жүзінде қарастырайық. Ол үшін ыдысқа ас тұзын, яғни натрий хлоридін саламыз. Ыдысты қыздыруға қоямыз. Натрий хлориді 800 градустан жоғары температурада балқиды. Егер ерітінді арқылы электр тоғын жіберетін болсақ, электролиз процесі жүреді. Сол жақта орналасқан электродта, яғни катодта, металл түстес зат пайда болады. Ол металл натрий. Ал оң жақтағы электродта, яғни анодта, сарғыш түсті газ пайда болады. Бұл хлор газы. Электролиз процесін атомдық деңгейде қарайық. Ерітіндіде натрий және хлордың иондары бар. Катодта бос электрондар орналасқан. Олар оң зарядты натрий ионын өзіне тартады. Натрий ионы катодқа барғанда оған электрон қосылып, натрий ионы зарядсыз күйге ауысады. Солай металл натрий пайда болады. Ал анодта керісінше процесс жүреді, себебі ол оң зарядқа ие. Ерітіндіден оған теріс зарядты ион тартылады, яғни хлор ионы. Хлор иондары өз электронын анодқа беріп, зарядсыз атомға айналады. Бос екі хлор атомы бірігіп, молекула түзеді. Ас тұзының электролизі нәтижесінде катодта металл натрий, ал анодта газ хлор пайда болады.